Бұқара халық таңқурайды жақсы көреді және тіл үйірер дәмі мен нәзіктігін, хош иісін ерекше бағалайды. Осындай құрметтің арқасында жидектердің патшасы деген атаққа ие болып отыр. Ол үй іргесіндегі аумақтарда, ұжымдық бақшаларда өсуге жақсы бейімделген. Сұраныс бойынша бүлдірген мен қарақаттан кейінгі үшінші орында тұр. Археологиялық деректер үңгірді мекен еткен ежелгі адамдардың таңқурайды қорек еткендігін көрсетеді. Грек мифологиясына сүйенер болсақ, таңқурайдың бастапқы түсінің ақ болғандығын байқаймыз. Күндердің күнінде Юпитер құдай қаһарына мініп, айналасындағыларды әбігерге салады. Не істерін білмеген нимфаида таңқурайды теріп әкеліп, ашуын басуды ойға алады. Асығып үсігіп жүрген Ида оның сабақтарындағы тікендерге саусағын тіліп алады да, қанның қызыл түсі ақ таңқурайды бояп тастайды. Осылайша таңқурай мәңгілік қызыл болып қалған деген аңыздар бар. Таңқурай Ресейдің Европалық бөлігінде, Сібірдің біршама аумағында, Қазақстан және Қырғызстан тауларында, Оралдың барлық жерінде өседі. Ақ түсті гүлдері мамыр айының соңы мен маусым айының басында гүлдеп, 3-4 апта бойы жайқалып тұрады. Таңқурайдың бірнеше сорты бар және оның түстері де әртүрлі болып келеді. Қара, күлгін, қызыл, алқызыл, ақ, кәріптас түсті жидектерді өзіңіз де көрген боларсыз. Жинау уақыты да біркелкі емес, бәрі де сортқа байланысты. Көктемнің соңынан күздің соңына дейін жеп үлгеріп қалуыңызға мүмкіндік бар. Славян халықтары таңқурайды мейірімділіктің нышаны деп санайды. Жидектің қызыл шырыны мейірімділіктің бастауы болатын, жүрек жұмысын жақсартатын көрінеді. Ал Филиппин жерінде таңқурай сабақтарын үйдің сыртқы қабырғасына іліп қояды. Бұған себеп болған оның сабақтары теріс күштерден қорғайды деген сенім екен. Германияда оларды аттарды жусату үшін пайдаланған. Шамасы оны дуаланған жидек деп ойлаған болуы керек. Сабақтарын аттың денесіне байласа, атты тыныштандырған. Таңқурайдың құрамында қант, органикалық қышқылдар, С, В, Д, Е, К, А дәрумендері, жасұнық, калий, мырыш, фосфор, кальций, йод, цинк, хром, хош иісті заттар бар. Халық медицинасында оны ежелден бері ем-дом үшін пайдаланады. Жапырағы да, гүлдері де, жидегі де емдік қасиеттерге өте бай. Құрамындағы химиялық заттар қатерлі ісік және жүрек қан тамырлары, асқазан, тұмау ауруларымен жақсы күреседі. Ұмытшақтыққа да, қан аздыққа да, көз көру қызметіне де аса пайдалы. Таңқурай шырыны тыныс алу жолдарына, суы іш өтуге, қышымаға, қан қысымының артуына, мастықты жазуға таптырмас көмекші. Балмен, шаймен ішу керек. Шырынымен аузыңызды шайсаңыз, тіс жиегі ауруларына жақсы болмақ. Жапырақтарын күнге күйгенде бетіңізге қолданып көріңіз. Және жапырақтан жасалған компресс бетті ылғалдандырып, қалпына келтіреді. Құрамындағы қанттың көптігіне қарамастан, диеталық тағамдардың қатарына қосуға болады. Бір стақан жидекте 64 калория бар екен. Таңқурай қышыма, терінің қабынуы сынды аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін. Сондықтан тұз байлану, бүйректің қабынуы ауруларында оған жоламаған дұрыс. Жұлынған таңқурайдың ғұмыры ұзақ емес, 1 күн, ары кетсе 2 күн, 3-4 күнге дейін сақталса, бас киіміңізді шешіп, құрмет көрсетсеңіз болады. Оны басқа бір жерге алып бару қиынның қиыны. Дұрысы оны жаңа жұлынған кезде тойғанша жеп алып, хош иісін сақтау үшін қайнатып, тосап жасау деп біліңіз. Таңқурайды таңдауға келген кезде оның көлеміне назар аударыңыз. Өйткені көлемді таңқурайда ұсақ дәндер аз болады және мұндай сорттардың дәмі жақсы келеді. Таңқурай қатерлі ісікпен күреседі. Антиоксиданттың қызметін атқаратын таңқурай көкірек, өкпе, тері және ішекті қатерлі ісіктен қорғайды.
Қандағы қанттың бір қалыпты болуын қаласаңыз, күнде таңертең 1 стақан кептірілген таңқурай жеуге әдеттеніңіз. Құрамындағы пайдалы заттар қант диабеті ауруының алдын алады. Таңқурай жидегіндегі С дәрумені мен элак қышқылы ерте қартаюға тосқауыл болады. Таңқурай терлететін, ыстықты түсіретін, қақырықты шығаратын табиғи дәрі. Халық емінде таңқурайды тыныс жолдары мен тамақ ауруларын емдеу үшін кеңінен қолданады. Егер жөтеліп бастасаңыз, тамағыңыз қарлықса, немесе жұтынғанда ауыртса, онда 1 стақан ыстық шайға 2 ас қасық таңқурай араластырып ішіңіз. Бір емнен соң аурудың басылғанын байқайсыз. Теріңізде қандай да бір бөртпе, безеу пайда болса, немесе қызарып бастаса, дереу 1 стақан таңқурай гүлінен дайындалған тұнбаның көмегіне жүгініңіз. Тұнбаны дайындау үшін 1 стақан ыстық суға 2 ас қасық ұнтақталған гүлді араластырып, тұндырып қоясыз. 15-20 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, мақтаны малып теріге таңасыз. Таңқурай қайнатпасы мына ауруларға ем болады. Қайнатпаны бұтақшасынан, жапырағынан дайындауға болады. Ол үшін керекті затты жақсылап жуып, қайнаған суға саласыз. Суды баяу отқа қойып, 1 сағаттай қайнату керек. Судың түсі қызыл түске өзгергенде оттан алыңыз. Салқындаған соң сүзіп, шыны ыдысқа құясыз. Дайын болған емдік сусынды тоңазытқышта 1 тәуліктен артық сақтамаңыз. Таңқурай қайнатпасын қақырықты түсіруге, жөтелді емдеуге, бронхит, ларингит, астма секілді тамақ ауруларын емдеуге және іш өткенде, ішек суықтағанда ем ретінде ішуге болады. Таңқурай жидегінің тұнбасы. 200 грамм кептірілген таңқурай жидегін жарты литр қайнаған суға салып, бетін жауып қоясыз. 1,5 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 2 стақаннан ішіңіз. Емді әр 2 сағат сайын қабылдау керек. Таңқурай жидегінің тұнбасын тұмау тигенде, бойыңыз әлсірегенде, дене қызуы көтерілгенде, суық тигенде ем ретінде ішіңіз. Таңқурай гүлінің тұнбасы. 20 грамм ұсақталған таңқурай гүлін 1 стақан қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен жарты сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан ішіңіз. Емді күніне 3 рет тамақтан соң жүргізу керек. Таңқурай гүлінің тұнбасын суық тигенде, жөтел мазалағанда, тері қышығанда қолданасыз. Таңқурай қолжетімді бағада сатылатын жидек, алайда дәмінің ерекшелігінен бөлек бойында қаншалықты пайдалы заттары барын білдік. Ендеше жаз бойы базар, дүкен сөрелерінде самсап тұратын жидекті сатып алып, сол күйі мұздатқышқа салыңыз. Немесе кептіріп алып, шыны ыдысқа салыңыз. Қайсы түрін қолдансаңыз да, 1000 түрлі дертке дауа табасыз. Бойыңызды билеген, кез келген аурудан айығу үшін таңқурайдың көмегіне жүгініңіз. Достар, бүгін дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.